берекесі мен бірлігі жарасқан Мұхамеджан Сералин ауылында бүгін үлкен дүбірлі той. Бұл ауылда көптеген ұлттар мен ұлыстар тату тәтті берекеде өмір сүруде. Бүгін Ақтолқын әжеміздің үйінде бесікке салу рәсімі өтуде. Айтамыз. Ал енді құдағи, мына бүгін баламызды бесікке салуға келіп отырсыздар. Мінекей енді той болғасын ойнап күліп отырмыз. Мінекей енді қасымыздағы құдай көрші Айнұр танымасыз. Мынау Мария Ивановнамыз, Машамыз, мынау Харида апайымыз біздің. Мынау менің қызым бой жетіп отыр. Енді жаңа сусыннан алып отырыңыздар, кейін қайда сусынын әкеп бере бер. Бұл енді қымыздың қасиетін білесіздер. Қымыз қалай салатын қымыз енді? Қымызды ені уақытылы сауып, оны қорына құйып, пісіп білесіздер. Жаңағы пайдалы ғой енді жолда. өте пайдалы. Саумалда ішкеннің өзі қайда жатыр сонда. Ас болсын ішіңіздер. Алып отырыңыздар. Әдемі екен. Алыңыздар. Ну, каждый раз у нее лучше и лучше қымыз. Әдемі, ас болсын. Ал енді. Бесікке саламыз деп жатырсыздар. Саламыз. Осындай бесікке неге саласыздар? Колыбель деген болады ғой, соған нәрсе қайтеді. Ол бесік деген тамаша нәрсе. Мынау келін ақ таңертеңнен кешке дейін шаруа істейді деген сияқты. Анау бала таза жатады, және де ұйқысы да жақсы болады. Ең бастысы ұйқысы. Енді бұл бесікке салу рәсімін құдағи сізге жол артып әдейі шақыртып отырмын, келіңіздер. Рахмет сыйлағандарыңызға. Шытырмаңда келе ғой. Балам, әкеле ғой. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп, енді енді сәбиіміз бауыр берік болып, еліміздің үлкен азаматы болсын, ата-анасын амандығымен. Шықты ма? Тышты. Айда, алыңыздар енді. Шықты ма? Сіздерге де осындай бесік Шықты ма? Алыңыздар. Шықты ма? Тойдан сатып дейсіздер. Мен осы үйдің иесімін ғой. Мария, қалтаңа салып ал, көршіге бересің. Алларына бересіңдер, сендерге де осындай той Алыңыздар. Сіздерге де той болсын. Бір жылап жүрміз енді құдағи бастайық. Бесік жырлайды, баламыз жыламайтын болып өссін, ұйқысы тыныш болсын. Ал айтайық. Әлі өпем, ай өпем.